Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен ең оңай және тез дайындалатын өте дәмді печенье рецебін бөлісетін боламын. Творожный печенье деп аталады. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментария жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Ұн, жұмыртқа, сармай, айран, қант, творог, разрыхлитель және ванилин. Печеньенің қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап қантымыз ергенше араластыратын боламыз. Осындай болып шығу керек. Айран, сармайды қосып, тағы да араластырамыз. Творог, ванилин қосып, тағы да араластырамыз. Ұнға разрыхлительді қосып, електен өткізіп, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз осындай болып шығу керек. Осы қамырымызды целлофанный мешочкке салып, бір 10 минуттай қоя тұрамыз. 10 минуттай тұрған қамырымызды ұнды сеуіп жіберіп, қамырымызды илеп аламыз. Иленген қамырымызды видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп шығамыз. Бөлікке бөлінген қамырымызды ұн сеуіп жіберіп, оқтауымызбен жайып, печенье формировать ететін боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне достар, біздің творожный печеньеміз дайын болды. Осы рецеппен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деп үміттенемін. Осы видеоны соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.